Кезінде Мысырды алған кезде бір яһудидің жерін Амр бин Ас тартып алғаннан кейін ана кісі Мәдинаға келіп Омармен жолығам дейді ғой. Содан Омардың сарайын іздейді ғой. Халифа, Мысыр алып батыр, ислам әлемінің патшасы былайша айтқан кезде Мәдинаға келіп сарай іздеп жүр да. Сөйтсе сарай жоқ, бір ерекше үй жоқ енді. Енді ерекше үйде тұрады деп ойлап жүрген өзінің басы. Соны айтады, жалпы Әзірет Омар деген осы жерде тұра ма? Тұрады, анау бұрыштағы үй. Қараса түсінбейді. бір жерге қалай бұлар әдейі айтпай тұр ғой дейді. Ана жақта әскерді қойды ғой. Енді әскерге рұқсат беріледі дұшпанға басқаша көріну үшін. Соны есігін қағады, Әзірет Омардың үйі осы. Қайда десе ол кісі бақшаға кетіп қалған. Оның артынан бақшаға барады, енді қасында қорғаушылар бар, бір әскермен, бір дос жарандарымен жүр ма деп бүйтіп арамызды адамыз дейді, мынау дейді. Адам жоқ бақшада. Соны қараса бір жыртық шапанға оралмаған бір адам құрманың түбінде ұйықтап жатыр дейді. Содан сұрайын деп барып, Омар деген қайда десе, не істейін деп енді дейді. Сондай жұмыс мен деген талған ғой. Таң қалған мынау не нәрсе мынау? Ол сен болатын болсаң, сенің қолбасшың менің жерімді тартып алды. Амр бин Астың мешіті қазірге шейін бар ғой, сол оқиғасы ғой. Сен қалай менің жерімді тартып аласың? Еще оған Алланың үйін саласың. Ондай болмайды, дұрыс емес деген. Ана жерде жатқан бір жауырын бар, Атбеш деген жауырын алып келген, жазатын бірдеңе бар, берген. Ана адилун мин нишавваран деген бір екі сөз жазып берген болды. Осы сүйекті апарып бер, Амр өз түсінеді деген. Ona sүйекке бір қарайды, Омарға бір қарайды. Енді Амр бин Асты көз алдына елестетеді. Тұлпарға мініп алған, қолбасшы үлкен, бәленбай мың әскермен Мысырды алып алған ғой кісі. Мына жақта біреу құрманың түбінде жатыр да, қолына бір жауырын ұстатып жіберді де, мен апарып бере салдым. Бекер келдім деген ғой, бекер келдім. Мыналар мен мазақ қылады. Содан жолда сүйекті лақтырып жібереді, содан айтады, неменеге келдім мен? Апарып бере салайыншы, не болады екен? Содан сол сүйекті апарған, барса Амр бин Ас мешітте салбаған, артқа мініп бүйтіп қарап тұрған. Рұқсат дейін, ол кісі қорғаушылармен жүреді ғой. Немене? Әзірет Омардан келдім. Таң қалады. Қалай? Мен келдім, саған хаты бар. Қандай хат? Сүйекті береді, сүйекті отырған кезде, ана артына мұсылман ғой, ана яһуди. Амр бин Астың түрі сап-сары болып кеткен. Қорқып кеткен. Мен Нушаввараннан да әділеттімін деп жазған ғой ана жазуда. Содан кейін аттан құлақ қала жетті, сен неменеге бардың Омарға деп, жарайды мешіттің бәрін қиратыңдар, мына кісіге жерін қайтарып беріңдер, болды, кешіріңіз аға деп, құрылысшылардың бәрін неткен, ана вообще таң қалды. Мынау не нәрсе деген, мынау не нәрсе мынау? Түсім ба, өңім ба? Соны айтады, құлатпай ақ қой, айналайын, мынау сырын айтшы мынаны. Ана Омар ма? Омар. Немене жазу мынау? Неге соғыршама қорқып кеттің анау жыртық шапан киген адамнан дейді. Біз баяғыда Омар екеуміз сауда жасайтын Иранда. Иранға барып ат сатады екен, бұлар асыл тұқымды аттарын сатады екен. Содан сол оқиғада Иранның патшасының туысқаны бұлардың аттарын алып алып ақша бермей қойған. Содан ақшасын қалай аламыз, алай аламыз, бұлай аламыз деп жүрген кезде жатқан қонақ үйлерінде қонақ үйдің иесі айтқан екен, Нушавваран әр сәрсенбі күні адамдармен кездеседі, сол кезде егер айтсаң, ол кісі өте әділетті, аттарыңның ақысын алып береді деген. Содан бұл кісілер сәрсенбіні күтеді, сәрсенбі күні барып, аудармашы арқылы біздің атымызды бәленше деген туысқаныңыз алып қойды, ақшаны бермей жатыр. Біз ақшасыз қалдық мына жақта деген ғой. Содан кейін ана аудармашы да туысқан екен, ана аттарды долясы бар ма екен? Мына екі араб далада қалып кетті, сол үйлеріне қайту үшін сізден ақша сұрап тұр деген ғой. Жарайды онда бере салыңдар деп бір ақша беріп берген. Ана екеуі алады, аң-таң екі ақшадан айтты, мынауың әділетті қызық қой деген, мынау біздің аттарымыздың құйрығына да татымайды. Содан қонақ үйге келеді. Не болды? Не беріп жіберді, біз жолымызға ақша дейді. Вообще қайтыңдар деп өзінің туысқанын жақтап жатыр ғой дейді. Соң қонақ үйдің иесі айтқан екен, жоқ ондай емес. Бұл жерде бір гәп бар. Келесі сәрсенбі мен сендермен бірге барайын. Келесі сәрсенбі бірге барады. Мән-жайын бәрін түсіргеннен кейін Нушавваран кешірім сұрап, бір ай Әзіреті Омар мен Амр бин Асты қонақ қылады да, қайтатын кезде аттарының ақшасын бәрін қайтарып береді, екеулерің екі жақ есіктен шығасыңдар дейді. Шарт сондай. Біреулерің шығыс есіктен, біреулерің батыс есіктен шығасың. Содан Әзірет Омар шығыстан шығып бара жатса, сол атын тартып алған туысқанын асып тастаған екен. Амр бин Ас ана жақ есіктен шығып бара жатса, аудармашыны асып тастаған. Екеуі содан көріп, мә не деген әділетті адам деп таң қалған ғой. Енді Омар не деп отыр? Анау Нушавваран болатын болса, мен одан да әділеттімін деген ғой. Асып тастаймын деген ғой сен. Сен қалай оны біреудің жерін тартып аласың? Мешіт салып жатыр ол жерде, Амр бин Ас өзіне сарай салып жатқан жоқ. Амр бин Астың мешіті Қахирада қазірге шейін тұр, Каирда. Міне сондай адамдар болған ғой. Міне осындай болсақ қана дағуатта бір нәтижеге қол жеткізеді екенбіз ғой ағалар.